Қажыға барған адамның қажылығының қандай дәрежеде екенін Меккеде не көрдің деп сұрашы. Меккеде не көрдің деші. Ғибадат үшін барған адам болса, Кабаның алдында тұрдым, Құдайдан қорықтым, қияметті ойладым, жылағандарды көрдім, мен Құдайға не бетімен барам деп ойладым десе, басқа дүнияви мақсатпен барған адам доллардың курсы мынандай екен, евроның курсы мынандай екен, 25 этаж гостиница бар екен, машина джиппен жүреді екен арабтардың бәрі дейді. Сонсыз не көрдіңіз, не үшін бардыңыз деген сұрақ. Не нәрсе? Жұма, ол Меккені қойыңыз. Мына жұма намазға келген адамдардың өзі сондай әсер алып қайту керек. Ғибадатқа келген адамның әсерін алып қайту керек. Алланың әмірін орындадым, мойнымнан бір тас түсті, Құдайдың бұйрығын орындадым десе, мешіт деген жақсы екен, бәле мешітке барып, имам сұмдық екен, күшті айтады екен, уағызды күлдіріпті бізді деп, бұл не болады? Жүр күліп қайтамыз дейді екен, біреу айтты, не күліп қайтамыз, имам күшті айтады екен. Сол бола ма екен? Жоқ, люстрасын көреміз, ішін кең көреміз, ішін кең көреміз, ұйықтап қайтамыз деген. Бұл өтпейтін нәрселерді. Сол үшін Алланың әмірін орындап қайтамыз деген ой болса, Құдай ол мойнымыздан әмірді түсіреді, Құдай қаласа. Сізге Құдайға махаббатыңыз күшейеді.